Бұл шағын қаладағы қарапайым күндердің бірі еді. Никита жалдамалы пәтерде жалғыз тұратын фрилансер бағдарламашы болатын. Күндіз сайттар жасап, кешке тапсырыс бойынша бағдарлама жазатын. Сол күні ол кезекті жобасын аяқтауға жақын қалған еді. Саусақтары пернетақтадан бір сәтке де үзілмеді. Код жолдары көбейіп, жұмыстың соңғы кезеңіне жетті. Дәл сол кезде ол бір түрлі нәрсені байқады. Ноутбуктағы веб-камераның жасыл шамы бір сәтке жанып сөнді. Никита тексеріп шықты. Ешқандай күмәнді нәрсе таппады. Ноутбуктың ақау шығар деп мән бермей жұмысын жалғастырды. Келесі күні ол тағы 7 сағатқа жуық жұмыс істеді. Кешке қарай әлгі жасыл шам қайта жанды. Бірақ бұл жолы ұзақтау тұрды. Сосын сөнді. Бірнеше секундтан кейін қайта жанды. Біреу оны сырттай бақылап отырғандай әсер қалдырды. Никита дереу жүйені тексеруді бастады. Компьютерден бірнеше жасырын процесс тапты. Оларды тоқтатуға тырысты. Бірақ компьютерді қайта іске қосқан сайын бәрі қайтадан пайда болатын. Ол тереңірек үңілді. Көп ұзамай жүйеде белгісіз бір жасырын пайдаланушының бар екенін анықтады. Никита оны өшіруге тырысты. Компьютер бірнеше минутқа қатып қалды. Бірақ ештеңе өзгермеді. Бұл не сұмдық? Бұдан қалай құтыламын? Деп күбірледі ол. Ол қайта-қайта әрекет жасады. Бірақ барлық әрекеті нәтижесіз аяқталды. Жасырын файлдарын ақтарып отырып, бұрын байқамаған бір қалтаны көрді. Ішінде жүздеген сурет бар екен. Оны бір нәрсе немесе бірдеңе аңдыды. Ол бірінші суретті ашты. Жүрегі зу ете қалды. Компьютердің алдында код жазып жатыр. Келесі суретте ас үйге бара жатыр. Тағы біреуінде турникке тартылып жатыр. Барлық суреттер оның өз үйінде түсірілген. Ең қорқыныштысы, бұл суреттерді ешкім түсіре алмайды. Суреттердің күндеріне қараса, біреу оны бірнеше күн бойы аңдып жүрген екен. Кенет ол тағы бір нәрсені байқады. Әрбір суреттің қараңғы есік жақтауында ұзын бойлы қара көлеңке тұр. Сол сәтте арқасынан біреудің суық демі тигендей болды. Жалт бұрылды. Ешкім жоқ. Дірілдеген қолмен ноутбуктың веб-камерасын қара скотчпен жауып тастады. Мүмкін бәрі елес шығар деп өзін жұбатуға тырысты. Бірнеше сағаттан кейін әлгі жасырын процесстерді белгісіз пайдаланушыны да өшіргендей болды. Ноутбукты жауып, сол түні шаршағандықтан тез ұйықтап қалды. Келесі күні таңертең кешегі оқиғаны ұмыта бастаған еді. Бірақ жұмыс үстелінде жаңа бума пайда болды. Атауы бір ғана сөз еді. Суреттер. Қолы дірілдеп буманы ашты. Ішінде бір ғана жаңа сурет тұр. Дәл осы түні түсірілген. Онда Никита ноутбуктың алдында отыр. Бірақ бұл мүмкін емес еді. Өйткені ноутбуктың камерасы әлі күнге дейін скотчпен жабылып тұрған. Ол баяу басын көтерді. Сол сәтте теледидардың жоғарғы бұрышындағы камерасының жасыл шамы жанып кетті. Экран қараңғы болатын. Бірақ қараңғылықтың ішінде бір көлеңке анық көрінді. Сол ұзын бойлы бейне, сол бақылаушы.